Сәлем достар, бүгін сүтті қыз тортын жасаймыз. Керекті заттарды, граммыны астына жазып қойдым. Ең бірінші жұмыртқамызды бір ыдысқа салып аламыз. Үстіне сгущенный молокомызды саламыз. Бір банка. Оның үстіне ерітілген сары майымызды саламыз. Сонымен осы үшеуіні жақсылап миксерлеп аламыз. Разрыхлителімізді ұнға араластырамыз. Сонымен жарты 3 бөліп, 4 бөліп салып миксерлейміз. Абайлап миксерлейміз, шашырап кетеді осылай. Фольга қағазымызға өлшемімізді сызып аламыз. Мен осылай сызып алдым. Сонымен дайын тестамыздан 3 қасық салып, жақсылап жайып 3 қасық немесе 4 қасық салып, видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Дайын тесталарымызды 5-7 минут пісіріп аламыз. Кремімізге сливочный сыр, сливки и сахарная пудра керек болады. Осы 3 затымызды бір ыдысқа салып, жақсылап миксерлейміз. Жаймен көтеріліп миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Астына кішкене крем жағып, қорждарымызды жаймен тереміз. Жұмсақ әдемі болып шығады міне. Әрбір қорждың арасына кремімізді жағып, жинап шығамыз. Міне жинап болды. Енді кольцомыздан шығарып аламыз. Енді шет-шетіне жақсылап крем жағып, түзелеп шығамыз. Түзелеп шығамыз. Мына тортымыз дайын. Үстіні өздеріңіз қалағандай әрлесеңіздер болады. Жеміс жидек өздеріңізге қалауларыңызға қарай.